Саламатсыздар ма балалар? Математика пәнінің 43 сабағы. Өзіңді тексер. Екі таңбалы сандарды қосу және азайту жүздіктер. Бірінші есепке қараймыз. Сандарды салыстыр. 6 кем 8-ден. 60 кем 80-нен. 6 ондық артық 6 бірліктен. 8 ондық кем 8 жүздіктен. 60 ондық тең 6 жүздікке, 800 артық 600-ден. Салыстыруды орындадық. Енді амалдарды баған түрінде шығарамыз. Есептеуді баған түрінде орында. 63 қосылған 27. Баған түрінде жазғанда бірліктерді бірліктердің астына жазамыз, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз. Бірліктерге бірліктерді қосамыз, бірліктердің астына жазамыз. Ондықтарға ондықтарды қосамыз, ондықтардың астына жазамыз. Ендеше баған түрінде есептеп бастайық. 3-ке 7-нің қосындысы 10, 10-ның бірлігі 0, 0 жазылады, 1 ойда. 6-ға 2-нің қосындысы 8, ойдағымен 9. 63-ке 27-нің қосындысы 90-ға тең. 100 азайтылған 38. 8 азайтамаймыз, 0-ден және 1-ден қарсы аламыз. 10, 10-нан 8 азайтсақ 2, 0-ден 1 қарыз алып қойдық 9, 9-дан 3 азайтсақ 6. 100-ден 8-дің айырмасы 62-ге тең. Үшінші есеп. Өрнектердің мәнін тап. Жақшаның ішінде 100 азайтылған 25, жақша жабылған азайтылған 35. 100-ден 25-дің айырмасы 75-ке тең, 75-ден 35-дің айырмасы 40-қа тең. 60 қосылған жақша ашылған 12, қосылған 18, жақша жабылған. 12-ке 18-дің қосындысы 30, 30-ға 60-ның қосындысы 90-ға тең. Жақшаның ішінде 13 қосылған 17, жақша жабылған, азайтылған, жақша ашылған 24, азайтылған 4. 13-ке 17-ның қосындысы 30-ға тең, 24-тен 4-дің айырмасы 20-ға тең. 30-дан 20-ның айырмасы 10-ға тең. Жақша ашылған 70 қосылған 20, жақша жабылған, азайтылған 15 қосылған 25. 70-ке 20-ның қосындысы 90-ға тең. 15-ке 25-дің қосындысы 40-қа тең. 90-ның 40-ның айырмасы 50-ге тең болады. А нұсқасына қараймыз. Жақша ашылған 600 қосылған 300, жақша жабылған, азайтылған 500. 600-ге 300-дің қосындысы 9, 900-ден 500-дің айырмасы 400-ге тең. Жақша ашылған 62 ондық, азайтылған 10 ондық, жақша жабылған, азайтылған 22 ондық. 62 ондықтан 10 ондықты азайтсақ, 52 ондыққа тең болады. 52 ондық азайтылған 22 ондық тең 30 ондық. Төртінші есепте баған түрінде шығарамыз. Баған түрінде қате жазылған мысалдарды түзетіп, оларды шығарамыз. 38-ге 42-нің қосындысы 80-ге тең болады. 8-ге 2-нің қосындысы 10, 10-ның бірлігі 0, 0-ін жазамыз, 1 ойда. 3-ке 4-дің қосындысы 7, ойдағымен 8. 57-ге 36-нің қосындысы 7-ге 6-нің қосындысы 13, 13-тің бірлігі 3 жазылады, 1 ойда. 5-ке 3-тің қосындысы 8, ойдағымен 9. 100-ден 65-тің айырмасы 0-ден 5 азайтамаймыз, 0-ден 1-ден 1 қарыз аламыз. 10, 10-нан 5 азайтсақ 5, 0-ден 1 қарыз алдық 9 қалды, 9-дан 6 азайтсақ 3. 100 азайтылған 54. 0-ден 4 азайтамаймыз, 0-ден және 1-ден 1 қарыз аламыз. 10, 10-нан 4 азайтсақ 6, 0-ден 1 қарыз алып қойдық 9, 9-дан 5 азайтсақ 4. 47-ге 23-тің қосындысы 7-ге 3-тің қосындысы 10 болады. 10-ның бірлігі 0, 10-дағы 1. 10-дағы ойда қалады. 4-ке 2-нің қосындысы 6, ойдағымен 7. 73-ке 27-нің қосындысы 100, 89-дан 46. Айырмасы 43, 51-ге 25-тің қосындысы 76, 100-ден 56. Айырмасы 54. Балалар, бұл жерде қараймыз. Бірінші
амалда бірліктер бірліктердің астына жазылған, ондықтар ондықтардың астына жазылған. Екінші амалда бірліктер бірліктердің астына жазылған, ондықтар ондықтардың астына жазылған. Үшінші амалда мынау 100 азайтылған 65-те 65 жүздіктердің астына жазылып кеткен, яғни бірліктер бірліктердің астына жазылады деді. Ендеше нөлдің астына 5, екінші нөлдің астына 6 жазылып кеткен. Мына жерде де дәл солай. Ал мында қосу амалындағы мысалда дұрыс жазбаған, баған түрінде жазған кезде бірліктердің астына бірліктер жазамыз, яғни 7-нің астына 3 жазылу керек. Сонымен қосу амалында мына жерде 7 болады, мұнда 9, мына жерде 4, мына жерде 51, мұнда 100, мұнда 44 болады. Баған түрінде есептеген кезде бірліктердің астына бірліктер жазылады, ондықтардың астына ондықтар жазылады. Бірліктерге бірліктер қосылады, ондықтарға ондықтар қосылады. Осы ережені есте сақтаймыз. 5-ші есеп: санды және әріпті өрнектер қоры, олардың мәнін тап. 80 мен 26-ның айырмасынан 18 азайту, айырмасын азайту екі амалда азайту амалымен болады. Ендеше 80 мен деп тұр, біз қараймыз, мен деп тұр. Ендеше бұны жақшаға аламыз. 80 мен 26-ны жақшаға аламыз. Жақшаның ішінде 80 азайтылған 26 азайтылған 18 тең 36. 65-тен 32 мен сының айырмасын азайту. 32 мен сының айырмасы деген кезде 32 мен сының жақшаға аламыз. 65. Бұл жерде де айырмасын азайту деп тұр. Ендеше 65 азайтылған, жақшаның ішінде 35 азайтылған сы. Ал біз сының орнына 19 қоямыз. 19. Сонда 52-ге тең болады екен. 6-ші есепке қараймыз. Өрнектерді салыстыр деді. 4 амал берген екен. 38-ден азайтамыз 16. 22 кем 45-тен, яғни 19-ға 26 қосымыз 45 болады. Яғни бірінші амалдарды орындауға 69-ның 38-ның айырмасы 31-ге тең, 80-ның 56-ның айырмасы 24-ке тең, яғни 31 артық 24-тен. 54-ке 36-ның қосымыз 90-ға тең, 118-ның айырмасы 82-ке тең, 90 артық 82-ден. 90-ның 54-ның айырмасы 36-ға тең, 23-ке 39-ның қосындысы 62-ге тең, яғни 36 кем 62-ден. Келесі 9-ші есепке қараймыз. 7. Заңдылықтың қай жерде бұзылғанын. 1000 азайтылған 200, 900 азайтылған 200, 800 азайтылған 200, 700 азайтылған 100 дейді. 600 азайтылған 200 дейді. 700 азайтылған 200 болу керек екен, мына жерде. Бұл жерде 700 азайтылған 100 деп қойды. Екінші, қандай заңдылықты байқадың? Өрнектердің тізбегін толықтырып жаз дейді. 60 қосылған 40 азайтылған 10, 60 қосылған 30 азайтылған 20, 60 қосылған 20 азайтылған 30, 60 қосылған 10 азайтылған 40. Яғни екінші санымыз кем жатыр, 30, 40, 20, 10. Ал үшінші санымыз көбейіп жатыр. 10, 20, 30, 40. Осылайша заңдылықты тауып алдық, балалар. Теңдеулерді шешейік, қараймыз. X қосылған 27 тең 100. Біз бұл жерде белгісіз санды тауып алу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 100-ден 27-нің айырмасы 73-ке тең. Белгісіз санды таптық, орнына қойып тексереміз. 70 қосылған 27 тең 100, 100 тең 100-ге. Екінші азайту амалымен берілген теңдеуді шығарамыз. 72-ден азайтылған y тең 46. Y тең үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 72
азайтылған 46. 78-ден 46 айырмасы 26-ға тең. Енді белгісіз санды таптық, орнына қойып тексереміз. 72 азайтылған 26 тең 46. 46 тең 46. Балалар, осымен есебіміз, соңғы есебіміз болды, тапсырмаларымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.